Аты әлемге әйгілі спорт киімдерінің брендінің негізін Адольф Даслер есімді неміс азаматы қалайды. Ол бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жұмыссыздық кезінде қара қазанды қайнату үшін аяқ киім тігумен айналыса бастайды. Алғашында ол ескі әскери киімдер мен автомобиль шинасынан спорттық аяқ киімдер тігуді жолға қояды. 1924 жылы ағайынды Адольф пен Рудольф Даслерлер, ағайынды Даслерлер аяқ киімі фабрикасын құрады. Кішігірім концерн футболға арналған бутсы ұсынған еді. Адольф өзі футболға қатты қызығатындықтан бутсының астына темір тірегіштерді қойып шығарады. Бұл ойыншының шөпте таймауын қамтамасыз ететін еді. 1927 жылы Даслерлер бизнесінің 25 қызметкері болып, күніне 100 жұп аяқ киім шығаратын деңгейге жетеді. Ал 1928 жылы Амстердамда болған Олимпиада ойындарында бірнеше спортшы Даслерлердің өнімін киіп, жарыста өнер көрсетеді. Екінші дүниежүзілік соғыста ағайындылар соғысқа аттанады. Көп өтпей Адольф неміс билігінің бұйрығымен фабрикаға оралады. Ол әскерлерге арналған спорттық киім дайындауы тиіс болатын. Ал Рудольф тұтқыннан аман қалып, соғыс аяқталғаннан кейін оралады. 1948 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін ағайындылар компанияны бөліп алуды ұйғарады. Адольф өз компаниясын Адас, ал Рудольф Руды деп атайды. Кейіннен екі атауда біршама өзгереді. Адас брендтік атауы Адидас, ал Рудо Пума болып ауысады. 1954 жылы немістің ұлттық құрамасы Адольф ұсынған астында темір тірегіші бар бутсыларды киіп өнер көрсетеді. Венгриямен болған матчта жаңбыр жауып, алаң тайғақ болады. Адольфтың өнімі бұл жағдайда ұтымды мүмкіндікті берген болатын. Ал 1960 жылы Рим қаласында өткен Олимпиада ойындарына қатысқан жеңіл атлеттердің 75% Адидас өнімдерімен жарысқа қатысады. Аты аңызға айналған компанияның негізін салушы Адольф Даслер 1978 жылы 78 жасында өмірден озады. Ол кезде Адидас фабрикаларында жылына 45 миллион жұп аяқ киім шығарылатын еді.